Мәселе мақұлмен емес, ақылмен шешіледі. Елдің мұңын мінбердегілерге жеткізу үшін сенбінің кешінде Қазақстанның бас арнасында тікелей эфирде жолықтық сізбен. 300-нің арасын үтірғана бөліп тұрған қазақ елі ассалаумағалейкум, Ныспым Нартай, Әкемат Аралбай. Бүгінгі мәселе мынадай. Биыл елімізде ұлттық бірыңғай тестілеу қалай өтеді? Түлектерді қандай өзгерістер күтіп тұр? Бұған ата-ана неге алаңдайды? Бұл жайында мен Мақпал Сержанқызы толығырақ жеткіземін. Биыл елімізде қанша білім гранты бөлінді және жұмыспен қамту мәселесі қалай шешіліп жатыр? Мен Азамат Бейбітұлы осы сұрақтарға жауап іздеп көрдім. Биыл алтын белгіге үміткер оқушыларға қандай талаптар қойылады? Оқу саласындағы олқылықтар туралы мен Марина Абдулла айтып берем. Аңдатпа айтарымызды айғақтап берді ағайын. Биылда біз ақпараттың арнасынан ауытқымай, ұлттық бірыңғай тест туралы тәптіштеп талдап айтамыз. Уағында ұлттық бірыңғай тестіні ұлы бір күндік төңкеріс деп қалжыңдағандар бар еді. Бірақ сол сөздің де жаны бар тұғын. Өйткені сынақтан сынып кетпеу үшін оқушы көз майын тауысса, баласына алаңдаған ата-ананың жүйкесі жұқарып қалады. ұбт атауы ауыспағанмен шарттары сан құбылады. Жыл сайын жаңалыға келмесе болмайды бұған. Бірақ бәрі білімді баланы тануға, қуларды қатардан алуға бағытталған. Ендеше биыл неше грант бөлінеді, қай салада басымдық бар, білім грантын алу үшін 2 рет тапсыратын сынақ, мұғалімдердің біліктілік курсы, одан қаза тапқан ұстаз туралы анық ақпарат. Бәрін шапқан жерден бәйге алып атқан жерге дарыған мәселе ұжымы айтады. Экранға жақын отырыңыздар, теледидардың дауысын көтеріңіздер. Біз әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Бас қаладағы уақыт сағатқа қараймыз. 20 сағат 22 минут 58 секунд. Бүгін білім грантын алуға мүмкіндік беретін ұлттық бірыңғай тестіге тіркелудің соңғы күні. Қазірге дейін 265 мың түлектен өтініш түскен. Яки жазда талапкердің таласы қатты болмақ. Сынаққа бет алған түлектің білімді болуы басты мәселе. Бірақ содан кемшін түспейтін келесі тұсы бар. Ол ұлттық бірыңғай тестінің талаптарын талапкердің жатқа білуі. Өйткені тест кезінде тәртіпті бұзсаң балалық қой деп маңдайдан сипамайды комиссия. Ол олма. Биыл бір түлекті сынақтағы компьютерге орнатылған 2 бейнекамера бақылап тұрады. Ал керек болса. Мұның өзі онсызда қобалжып отырған түлектің жүйкесіне салмақ дерсіз. Бірақ онсыз әділетті тест өткізу қиямет қазір. Ендеше балаға тағы қандай талап қойылады, сынаққа биыл тағы қандай тың жаңалықтар енді өзі. Бәрін Мақпал Сержанқызының сюжетінен білейік. Ардақты ағайын, ақпарат жаңалық өте көп. Қане кеттік. Биыл Қазақстанда түлектер саны 170 мыңнан асты. Мамандардың сөзінше, оның 80-85% ұлттық бірыңғай тестін тапсырады деген жоспар бар. Осы жылы ұбт-ға өтініш қабылдау сәуірдің 28-нен мамырдың 14-не дейін жалғасты. Яғни бүгін өтініштерді қабылдаудың соңғы күні. Биыл менің де балам мектеп бітіреді, 17 жаста. Шынында да өзгерістер көп. Өз басымыз мысалы сол дайындықты жасау үшін осы 1 жыл бойы, 2 жыл бойы деп айтуға болады. Кәдімгі арнайы репетитор жалдадық. Мысалы 100 мың теңге мен мысалы балама төлеп тұрдым. Бұның сыртында мысалы онда қаланың бір шетінен екінші шетіне шейін барады, автобуспен селкілдеп жүріп шаршап қалар. Таңғы сағат 5-тен бастап тұрып оқып отырады. Бір бұрылмайды ешқайда. Енді содан ақ белгілі баланыңға түсіп жатқан жүктеменің өте көп екендігі. Айша Құрманғалидің қызы халықаралық құқық мамандығын таңдаған. Қазір қызу дайындық жасап жатыр. Осы тұста биылғы түлектерді тестіде не күтеді деген сауалдың жауабын әркім әртүрлі айтып таратып жүр. Анығын тиісті министрліктен сұрадық. Жауабы бұлай. Биыл бізде 2 рет ұлттық бірыңғай тестілеуге мүмкіндік берілді. Бірақ осы 2 ретте әрбір талапкер пәндерді ауыстыруға болмайды. Демек, егер бірінші мүмкіндігінде ол физика, математика тапсыратын болса, демек екінші мүмкіндігі де сол тура осы пәндерді физика, математиканы тапсыруға міндетті. Биылғы ұбт-ның тағы бір ерекшелігі, бірінші мүмкіндікте егер ереже бұзылатын жағдайда осы бұның нәтижелері жойылады және екінші мүмкіндікке жол берілмейді. Биыл ұбт-да пәндердің саны өзгеріссіз қалады. 3 міндетті 2 таңдау бойынша.
120 тест тапсырмасы болады. Қазақстан тарихынан 15, математикалық сауаттылықтан 15, оқу сауаттылығынан 20 және 2 бейіндік пәннен 35 балл беріледі. Ең жоғарғы балл 140 балл. Тестілеуге берілетін уақыт 4 сағат. Құқық саласы бойынша шекті балл өзгерді, яғни 75 баллды құрады. Оған қоса Қазақстан тарихы пәнінен тест тапсырмаларының саны өзгермесе де, контекстік тест тапсырмалары енгізілді. Биылдан бастап Қазақстан тарихы пәні, өз пәнім бойынша Қазақстан тарихы бойынша контексті сұрақтар енгізілді. Ол дегеніміз не? Яғни контекст дегеніміз бұл жерде балаға белгілі бір текст береді, немесе карта беріледі, немесе белгілі бір оқиға береді, соған бір сұрақ бұл. Негізінен биыл балалардан сұрасам өте жақсы болды. 5 сұрақ. Өйткені айтады, біз текст оқимыз, ойланамыз, сұрақ қараған кезде. Ал бұға дейін көбінесе бәрі жаттанды оқу шыны керек ол. Дайындықтың кезінде оқушыларымыздың айтатыны, әсіресе Қазақстан тарихы және дүниежүзі тарихынан әр оқулықта әртүрлі тарихи даталар беріледі. Осының алдын алу мақсатында, қарама-қайшылықтардың болмау мақсатында 2 жыл қатарынан ұлттық тестілеу орталығы өзінің сайтында Қазақстан тарихынан және дүниежүзі тарихынан 100 датаны жариялап отыр, бекітіп. Және егер ОБТ-да датаға байланысты сұрақ келетін болса, тек қана сол 100 датадан беріледі. Сондай-ақ ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға тест кезінде қосымша 40 минут беріледі. Оларға суретсіз, сызбасыз және диаграммасыз тест нұсқалары ұсынылады. Биыл наурызда өткен сынақ тестіне 215 мүмкіндігі шектеулі оқушы қатысқан. Былтыр олардың саны 33 қана еді. Бұдан бөлек, жалпыға ортақ ОБТ-ға қатысушыларға тестілеу аяқталғаннан кейін экранда және жеке кабинетінде тақырыптық талдау қолжетімді болады. Бұрын бұлай қатемен жұмыс жасау мүмкіндігі жоқ еді. Ұлттық тестілеу орталығының директоры Руслан Емелбаев ОБТ кезіндегі заң бұзушылықтардың түгел жойылмағанын айтты. Наурыз айында өткен ОБТ-да ережені бұзған 259 түлек аудиториядан шығарылған. Наурыз ОБТ-сы кезінде 9 оқушы тест тапсырмаларын смартфон алып кіріп, тиым салынған затты алып кіріп, фотоға түсіріп, оны телеграм каналдарында жариялаған болады. Біз оларды анықтап, 9 оқушының нәтижесі толығымен жойылды және олар негізгі ОБТ-ға кіруден құқығынан айырылды. Егер ОБТ-ның сұрақтары сыртқа солай заңсыз жолмен шығып кеткенде, оның кімге тиесілі екенін анықтау үшін біз биыл айтқандай арнайы әр нұсқаға, әр бетіне таңба қойып отырмыз. Осындай заң бұзушылықтардың алдын алу үшін ақпараттық қауіпсіздік мақсатында тестілеу 1 компьютер, 2 камера, 1 тестіленуші қағидаты бойынша жүргізіледі. Енді әр түлектің тест тапсыру орнында жеке басын Face ID сәйкестендіруге және бөгде адамдардың кіруіне жол бермеуге мүмкіндік беретін екінші фронтальды камера орнатылады. Маңызды мәселе компьютерлік форматқа өткеннен кейін қазіргі кезде апелляцияны ОБТ-ны аяқтай салысымен 30 минуттың ішінде беруге болады. Егер естеріңізде болса, бұрынғы кезде қағаз форматында болған жағдайда келесі күнді күтіп, бала сұрақтарын бәрін есіне түсіру керек болатын. Бұл да компьютерлік форматтың ең үлкен бір ерекшелігі. Тестінің ауылы алыс емес. Осы тұста ұстаздар мен түлектердің пікірі былай болып жатыр. Мектепте қазір 10-шы 11 сыныпта жаңартылған бағдарлама бойынша, соны жаңартылған бағдарламаны мұғалімдер бере алмайды, көп мұғалімдер. Және ол бізде кемшілікке әкеліп тұр. Мен биология, химия пәнінен тапсырамын, курста барамын, мысалға өзім баратын центрге. Баланың өзінің ниетіне қарай, егер бала жақсы оқыған болса, ол өзінің ойлаған мақсатына алып шығады. Ал егер бала ешқандай бір кітаптың бетін ашпаса, егер өзінің бір ОБТ-ға дайындығына бір ешқандай құлшыныс болмаса, ОБТ-дан еш нәрсе шықпайды. Сұрақтардың қиын екен дегенде, ол шынымды айтсам өзі бос сөз. Қазіргі заманда балалардың қолында барлық ақпарат бар. Психологиялық көмек те бар балаларға. Онлайн тесттер де бар. Онлайн кітаптар да бар. Оқушылардың қосымша білім беретін білім орталықтың алуының бұл негізі әлемдік стандартта бар жүйе. Бұл соңғы шыны керек 15 жылда, 10 жылда қалыптасқан дүние. Ата-анаға да байланысты. Ең көп нәрсе ата-ана ғой. Өйткені ата-ана жағынан қолдау болса, апта сайын ата-ана баласымен сөйлесіп отырса, баланың дайындығы қалай болып жатыр. Қандай мамандықтар бар, сен мамандықтар көрсетсең, бірге көрейік. Мына мамандыққа сен маған түсіндірсең. Яғни сонда оқушы дайындап жатқан бала өзі ашылады да. Биыл 16 мамырдан басталатын сынақ 5 шілдеге дейін жалғасады. Қазіргі таңда ұлттық бірыңғай тестін тапсыруға 265 мыңнан астам өтініш түскен. Жағдай жасалды, тегін онлайн сабақтар жүргізіліп жатыр. Түлектерге сәттілік тілейміз. Мақпал Сержанқызы, Аршын Ахмет, Еркін Өмірханұлы, Мәселе.
Ұлттық бірыңғай тестіден соң бала білім грантына үміткер атанады. Сол үшін де көз майын тауысып оқиды ол. Соңғы 5 жылда Қазақстанда бакалаврға берілетін гранттың саны 47%-ке көбейген. Көп болғаны жақсы әрине, бірақ таяқтың екінші ұшы бар. Бұрын бітіргендерге жұмыс тауып бере алмай жатқанда табақтай диплом ұстап, жаңадан нарыққа келетін толқынды қайда апарып қызметке қоямыз? Бұл үлкен проблема. Шешілмесе арты әлеуметтік дүмпуге әкеледі. Бұл тұста түлек пен ата-анаға да үлкен жүк артылады. Себебі баланы қай салаға бағыттауды білу керек. Сонда ғана бүгінгі талапкер ертең нарыққа қарық болады. Білім грантына ұмтылған ұл-қыздың ертең жұмыссыздар сапын толтырмау үшін қайтпек керегін Азамат Бейбітұлы анық ақпаратпен айтып, ресми сандармен сөйлетеді. Ендеше зерттеуді мұқият көрейікші. Елімізде соңғы 5 жылда бакалавриатқа бөлініп жатқан білім беру грантының саны 47%-ға өсті. Жыл сайын тегін оқуға мүмкіндік еселеніп келеді. Күні кеше білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов үкімет отырысында тағы бір жағымды жаңалықты айтты. Биыл университеттер деңгейінде гранттардың саны 15 мыңға көбейіп отыр, ал колледждер деңгейінде 31 мыңға көбейіп отыр. Сәйкесінше биылғы жылы қыркүйек айында университетте оқитын студенттердің стипендиясы да өсетін болады. Рас, биыл 73 мыңнан астам грант бакалавриатқа бөлінген. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес гранттардың 60%-ы техникалық бағытқа арналған. Грант мәселесінің барлығы да ол еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің жергілікті атқарушы органдардың тапсырыстары негізінде және нақты деректері бойынша орта мерзімге тиісті министрлік тарапынан болжам жасалынады. Сол болжам негізінде қандай мамандықтарға сұраныс көп және қандай өңірлер бойынша сұраныс бар, соның барлығы елеп, ескеріліп, тиісті шешім шығарылады. Колледждерде оқуға қолжетімділікті көбейту үшін емтихандар алынып тасталды. Әлеуметтік жағдай төмен отбасыларға арнайы квота берілді. Ал гранттар баяғыдай әр колледжге бөлінбейді. Енді нақты талапкер тиісті грантты жеңіп алады. Содан кейін ғана колледж таңдалады. Сәйкесінше бұл шара олардың бәсекелестігін арттырмақ. Мысалға, жаңа грант түлекке берілу керек, оны жоғары оқу орнында оқыту керек, ал оны қабылдап алатын жұмыс беруші болу керек. Оның әлеуметтік пакетін жасайтын адам болу керек. Мен 3 жақты келісімшарт жасалғанда ғана бұл жемісін береді. Құр санын көбейткеннен ол біз білім сапасын көтере алмаймыз. Елімізде грант саны жыл сайын өссе де, шетелдік оқу орындарына кетіп жатқандар көп. Менің Түркияға келгеніме 2 жыл болды. Мұнда ешқандай гранттық бағдарламамен келмедім, десе де оқу уақытысы қалта көтерімді біздің елмен салыстырғанда өте арзан. По дисциплинам и по учебным группам. Қазақстандық студенттердің үлгерімі жақсы, бәсекеге қабілетті. Оларды жұмысқа қабылдауға ниетті мекемелердің де саны көп. Жалпы қазақ студенттерінің біліміне көңіл толады. Жалпы еліміздің кадр дайындайтын оқу орындарында қазір 1,1 миллионнан астам студент білім алуда. Орташа есеппен жыл сайын олардың 300 мыңы жұмыс нарығына шығады. Бұл ретте кадрдың сапасы және жұмыс орнының қолжетімділігі деген өзекті мәселе туындайды. Министрлік грантта оқығандардың дені жұмысқа орналасып жатыр деген мәлімет келтірді. Мемлекеттік грант негізінде білім алған түлектердің жұмысқа орналасу көрсеткіші 80%-ның деңгейінде. Кейбір өңірлер бойынша бұл көрсеткіш жоғары, кейбір білім беру мамандықтары бойынша, бағыттары бойынша да мұндай көрсеткіштердің жоғары екендігін атап көрсетуімізге болады. Тағы бір өзекті мәселе. Әлбетте жоғары білімді болған дұрыс, бірақ біздің қоғамда диплом білім алудың емес, жұмысқа орналасудың тетігі емес, құр дәреже һәм сәнге айналып кетті дейді сарапшылар. Мен мәселен көп айтам, ақырғы сиырыңды сатып балаңды оқытпа. Егерде балаңның жаңағы ең бір 60-75-тік техникалық вузға грантқа кірамаса. Ол колледжді бітірсінде жаңағы құрылысшы болсын, дәнекерші болсын, я болмаса жаңағы қарауыл болсын дейді ма, не дейді? Сондай жұмыстарға бейім болатын болса, не қыласың оны қинап? Біз соған жетіп баруымыз керек. Батыс елдерінде сондай. Сенің білімің бар ма? Баланың өзі оқиды. Ол жаңағы емтихандарды тапсырып, гранттарды алады. Дүние жүзінде қазір сондай. Сапаға келген кезде, мұна біздің түлектердің, мектеп түлектерінің дипломға деген махаббатын жою керек. Бізде тек қана түлектер емес, оқушылар емес, ата-аналар да әйтеуір бір диплом алса болды әйтеуір. Бір мәнісі болар, көкесі бар, жәкесі бар, бір тұрар деп ойлайды.
ең бір қасіретті нәрсе осы. Маман ретінде айтатыным, біз дипломға деген махаббатты жойып, мамандыққа деген махаббатты оятуымыз керек. Алдағы жылдары еңбек нарығына жаңа леп келеді, бірақ одан қиындық та туады. Мысалға, 2000 жылдар дүниеге келген балалар бүгінде еңбекке жарап қалды. Сарапшылардың болжамынша, еліміздің ендігі еңбек күшінің 74%-ы миллионумдар мен Z буынының өкілдері болмақ. Егер сол жастар мен жұмыссыздарды бірге есептесек, жылына 1 миллион жұмыс орнын ашу керек екен. Ал қазіргі кезде өкінішке қарай елімізде тек мемлекет пен квазимемлекеттік сектор ғана жаңа жұмыс орындарын беріп отыр. Бұдан бөлек жаңа технология мен инновация өте жылдам дамыған сайын еңбек ресурстарының жаңа генерациясын талап етуде. Дәстүрлі мамандықтан бөлек жаңа кәсіп, жаңа бағыт пайда болуда. Сол себепті мамандық даярлау, қажетті мамандықтарға грант бөлу, сапалы маман дайындап, жаңа жұмыс орындарын ашу ісін барынша жетілдіріп, жаңғырту қажет. Азамат Бейбітұлы, Бақтияр Омар, мәселе. Алтын белгі. Мұны төсіне таққан бала бұрын таңдаған мамандығына түсіп, жаз бойы жүйкесін жұқартпай жүре алатын еді. Салдарынан ұлттық бірыңғай тестіде алтын белгілі оқушыдан көп ұпай алған оқушылардың грантсыз қалуы көбейді. Сол кезде алтын белгіні мектептегі сынақтың нәтижесі арқылы беретін болды. Білім грантын иеленудегі мұның басымдығы алынып тасталды. Бірақ ол да әділетті шешімге айналмады. Өйткені 11 жыл 5-ке оқыған балаға қандай да бір басымдық берілуі керек қой деді қоғам. Бұл мәселенің биыл қалай шешілгенін қазір министрліктің өкілдері айтады. Мұқият қараңыздар. Және оқуға түспес бұрын балаларға болашақта қай салаға бар қызмет қылуда, қандай мамандықтардың жойылып кететінін анық аңғартатын атлас жобасы бойынша да ақпарат айтамыз. Оның басында жүрген депутат Саясат Нұрбек өзі бәрін тәптіштеп тұрып жеткізеді. Ендеше Марина Абдулланың сюжетін көрейік ардақтағы ағайын, балаларыңыз болса бұл басты мәселе. Кеттік. 2019 жылы елімізде 7349 түлек алтын белгі алған. 2020 жылы 8615 түлек үздік төс белгіні таққан. 2021 жылы 9738 мектеп түлегі алтын белгіні алған. Енді қаражатын қарастырайық. 2019 жылы алтын белгіні жасауға бюджеттен 68,7 миллион теңге, 2020 жылы 70,2 миллион теңге, 2021 жылы 91,4 миллион теңге бөлінген. Сәуір айында білім және ғылым министрлігі биылғы жылдан бастап алтын белгіге үміткер түлектер мемлекеттік емтиханның бір Назарбаев зияткерлік мектебінде тапсырады деген мәлімдеме жасаған еді. Артынша ата-аналар қарсылық танытып, оқушылардың психологиялық дайындығы жоқ екендігін алға тартты. Оқытудың жаңағы нәтижесі біздің алтын белгілердің несіне әсер етпейтіндіктен мектептер өте көп санды ұсынып жіберді. Ал енді оның көбі ақтамай қалды. Бірақ ол білімнің адалдығы, білімнің қатаңдығы, ол емтихандардың қатаңдығы ол біз үшін өте керек. Біз ертеңгі болашағымызды ойлайды екенбіз, ертеңгі жаңа білімімізді ойлайды екенбіз. Қоғам болып біз бұндай нәрселерді қолдауымыз керек. Біздің ұрпақтарымызда оған төтеп бере алатындай психологиялық жақтан, басқа да жақтан дайын болу керек. Емтиханның бірі Назарбаев зияткерлік мектебінде тапсырылады дегенді естіген 9000-нан астам үміткердің бір мезетте 2000-ға жуығы алтын белгіні қорғаудан бас тартты. Салдарынан іс келесі жылға қалдырылды. 125-ші бюроққа өзгерістер енгізілген болатын. Ол өзгерістер келесі жылдан өзінің мерзімі бойынша іске асырылады. Ол жерде осы берілетін 5 емтиханның арасындағы бір емтиханы Назарбаев зияткерлік мектептерінің негізінде өткізілуі бойынша. 9-шы сыныптан кейін үздік аттестаттың егері болуға тиіс, үздік жаңағы тәртібі бар өзінің, және де 10-шы мен 11-ші сыныптың қорытындысы бойынша жылдық бағалары үздік болуға тиіс. Бір сыныпта 25 оқушы, 35 оқушы болса, ол оқушының білімі бүкіл оқушылардың көз алдында, ата-аналардың көз алдында отыр ғой. Яғни 5-ші сыныптан бергі олардың бүкіл білім сапасы барлығы тексеріледі. Яғни оның арасында 1-4 болмауы керек тәбелдерінде. Ешқандай ол мұғалім, мектеп, ешқандай ол баланың бағасын жөндей алмайды да, өзгеріс енгізе алмайды. Мектепті алтын белгімен бітірген түлектердің бірі Жетісайлық Дана Садықова, бірақ ол қазір ақылы бөлімде білім алуда. Қазіргі уақытта Нұр-Сұлтан қаласында ендуда қаржы мамандығында оқимын. Ақылы оқуым. Негізі мектепте алтын белгіге бітірдім. Жалғыз мен ғана болдым сыныпта алтын белгі алған. Бірақ енді бұйырған солай болды. Тесттен 81 балл алдым.
Үкіметтің тапсырысымен Еду навигатор атты сайт жасалған. Сайтта көрсетілген тесттен өту арқылы сіз өзіңіздің қай салаға бейіміңіз бар екендігін анықтай аласыз. Егер таңдау жасамаған болсаңыз, бұл жерде еңбек нарығында кездесетін мамандықтар тізімі де көрсетілген. Бұл жүйе кез келген азаматқа екі тілде әрі тегін қызмет етеді. Сонымен қатар алдағы 3 жылда мектептерде кәсіби бағыттаушы деген маман пайда болмақ. Ол 7-ші сыныптан бастап әр баламен және оның ата-анасымен мамандық бойынша жекелей жұмыс істейтін болады. 2019 жылы жаңа мамандықтар атласы жасалды. Зерттеулер нәтижесінде елімізде 239 жаңа мамандық пайда болып, 95 мамандық өзгеріске ұшырайды екен. 9 саланы қамтитын картада жойылу қаупінде тұрған 129 мамандықтың тізімі де көрсетілген. Бұл сала қызметкерлері енді не істейді? Оларды жаңадан оқытып, оларға жаңа мамандықтарды беру, толықтыру. Қазақстанда ол сондай бір жүйелі проблема. 60%-дан астам біздің жоғары оқу орындарының түлектері өз мамандықтары бойынша жұмыс істемейді. Сондықтан да қатты қорықпау керек. Иә, менің мамандығым жойылып кетуі мүмкін, немесе мына процесс өзгеріп кетуі мүмкін, бірақ басқа бір мамандықты тез арада оқуға, жаңадан біліктілігіңізді арттыруға мүмкіндік бар. Әлемнің алдыңғы қатарлы университеттерінің рейтингі түлектердің алғашқы жылдардағы жалақысының орташа есебімен бағаланады. Ал біздің елге бұл жүйе әлі келмеген. Мәжіліс депутаты Саясат Нұрбек ректорлар мен жұмыс берушінің арасында байланыс жоқтығын айтты. Білім беру көбінесе бізде ұлттық университеттер мен мемлекеттік университеттерді жасалады. Солай ғой, енді көбінесе адамдар сол жақта оқиды. Гранттардың көбісі сол ұлттық және мемлекеттік университеттерге беріледі. Олардың құрылтайшысы кім? Білім министрлігі. Ректорларды кім тағайындайды? Білім министрі. Қаржы қайдан шығады? Білім министрлігі. Сол беріп жатқан білім қызметтерінің сапасын кім бақылайды? Білім министрлігі. Бұл менеджмент теориясындағы нағыз бір конфликт. Кім жоқ осы формуланың ішінде? Жұмыс беруші жоқ. Бұлай қарасаңыз, ректор жұмыс берушіге қатысы да жоқ, қатты байланысы да жоқ, қатты қызығушылығы да жоқ. Неліктен? Жұмыс беруші ректордың тағайындауына қатысы бар ма? Жоқ. Оған ақша бөледі ме, бюджет бөледі ме? Жоқ. Оның жұмысын бағалайды ма? Жоқ. Көрдіңіз бе? Бұлай қарасаңыз, ректордың негізгі мақсаты ол не? Жұмыс берушілердің арттарынан жүгіру керек ол. Ал біздің ректорлар не істейді? Өздерінің кабинеттерінде отырады. Марина Абдулла, Дәулетбек Абдурахманов, мәселе. Құрметті көрермен, мәселенің екінші бөлігінен көретіндеріңіз мына ақпараттар. Мұғалімдер тапсыратын біліктілік тестінде қандай жаңашылдық, нендей өзгешелік бар? Бұдан былай, тыйым салынған заттарды қолданғандар жұмыстан шығарыла ма? Анығы сәлден кейін. Шетел мектептерінде оқушыларды мамандыққа қалай бейімдейді? Мектеп бітіруші түлектер үшін мемлекеттік грант бар ма? Әлде ақылы оқи ма? Бұл туралы мен Нұрсұлу Қасым толығырақ тарқатамын. Елордамызда көп қабатты үйдің дәл іргесінен заңсыз құрылыс бастаған. Тіпті тұрғындардың жүретін жолын жауып, құрылыстың салдарынан үйлерінде жарықшақтар пайда болған. Ашынған халық енді не істейді? Бұл туралы мен Мадина Әлбекқызы айтып беремін. Қазір Қазақстанның білім саласындағы сынақты тек оқушылар тапсырмайды. Ұстаздарға да талап қатайды. Айлық өсті, ол жақсы. Енді білімнің сапасын тексеретін кез жетті. Оны мұғалімдердің біліктілік тесті дейді. Әр ұстаз өзі дәріс беретін пәннен білімін көрсетуі тиіс. Алайда, өткен айда Алматыда біліктілік тестін тапсыру үстінде бір ұстаз қайтыс болды. Қоғам үрпейісіп қалды. Одан соң сынаққа қандай өзгеріс енді? Жалпы мұғалімдердің біліктілік тестінен нәтиже бар ма өзі? Біз ұстаздардың өзінен және жауапты министрліктен де жауап алдық. Еркін Сөзлі бәрін байыппен айтады, қанекей бірге көрейік. Осыдан бір ай бұрын Алматыдағы жекеменшік мектептің бірінде істейтін 1973 жылы туған мұғалім біліктілік тестін тапсыру кезінде көз жұмған еді. Жақындарының сөзінше, гипертониялық ауруына байланысты емханада есепте тұрған ол сол күні таңертең өзін жайсыз сезінген. Оқыс жағдайдан сабақ алған министрлік бұдан былай алғашқы медициналық көмек көрсететін дәрігерлердің жұмысын бақылауды бұрынғыдан да күшейтпек. Егер де мұғалімнің денсаулығы дімкәс боп, өзін нашар сезінген жағдайда тестілеуге бармауына немесе күнін басқа мерзімге ауыстыруына
болады. Ал тест тапсыру ұстаздар санасына салмақ, жүйкесіне жүк салады дейтіндерге Аятжан Ахметжанның айтар уәжі мынадай. Тест тапсырып, соның кесірінен адам қайтыс болды деген нәрсені өз басым қабылдай алмаймын. Егер бір кәсіби маманға өзінің кәсіби қызметінен талап қойсаң, оны қауіпті деп қарай берсең, барлық мамандық қауіпті. Журналистика да қауіпті. От пен судың ортасында жүресің деп айтуға болады. Ол үшін журналистер қызметінен, кәсіби қызметінен бұрмайсың ғой. Ол бір қарастырылатын мәселе емес. Көп мұғалімдер, егер де мен тапсыра алмай қалсам қандай жағдай болады? Мына жерде тағы коллективтен, жалпы балалардан, қоғамнан ұят болады деген сияқты ондай да бір түсініктер бар. Сондықтан бұл жерде мүмкін оларға жеке анонимді доступ берілсе де. Тарих пәнінің мұғалімі Меліс Қайырбекұлы бүгінге дейін бірнеше рет біліктілік тестін тапсырып, сынақтан сәтті өткен. Сөзінше, тест сұрақтарының құрылымына қатысты түзейтін тұстары көп. Мәселен, мұғалімдер өз пәнінен мүдірмегенімен педагогикаға келгенде қиналатын көрінеді. Қазақшаға аударылған басқа тілде, сондықтан өте күрделі, түсініксіз, шұбалаңқы, не сұрап тұрғанын түсіну, бірнеше рет оқып барып, қайталап барып қана түсіне аласың. Сондықтан бұл педагогика дайындалу барысында тек ұстаздар құр жаттап жүр. Шын мәнінде түсініп дайындалып жатқан жоқ. Өйткені қалай да өту керек осы ұлттық біліктілік тест. Сондықтан педагогика саласында сұрақтарды біраз жұмыс істеу керек, жетілдіру керек, немесе қазақша дайындау керек па, сондай ұсыныстарымыз бар. Бұдан бөлек тест базасының бағызлығына базынасын айтар мұғалімдер де бар. Соның бірі құқық негіздерінен сабақ беретін Шынар Қуанышбек. Бір кемшілікті өзім байқадым, ол базаның жаңартылмағандығы. Ол яғни мен былтыр күз айында тапсырсам, бұған дейін адам қоғам құқық пәні болып, жалпы 3 пән біріктіріліп оқытылса, қазір ол бізде құқық негіздері деген жеке пән болып жатыр. Алайда база сол адам қоғам құқықтығымен қалған екен. Тағайындалғанына 7 ай болған ұлттық тестілеу орталығының басшысы бұл олқылық түзетілгенін жеткізді. Басты мақсат та сол. Сауалдар сауаттылығына баса ден қойып, ұстаздарды фактологиямен жауап жаттауға итермелемей, шынайы академиялық білімді айқындауға талпыну. Сұрақтарды экспертиза жасалынды. Толығымен сұрақтарды экспертизадан өткізіп, ол үшін арнайы мамандарды эксперттерді шақыртылды. Сонымен қатар солардың дайындығы бойынша өткен жылы егер 10-нан астам әдебиет болса, биылғы жылы әдебиеттердің саны қысқартылды. Мұғалімдерді дайындау үшін олардың бәрі ұлттық тестілеу орталығының сайтында тұр. Тағы да бір жаңашылдығымыз жеңілдік болсын деп біздің педагогтерге бұл YouTube каналында сол сұрақтарды құрастырумен айналысқан эксперттердің тікелей эфир өткіздік. YouTube'та тікелей эфирде кеңес беру сабақтары өтті. Ал осы ұстаз деген аяулы атталғандардың аярлыққа барып, жұмысқа әрекетін жүзеге асыруға тырысқанын көргенде тазалықпен тұтасқан тұлғаға деген түсінігімізге сызат түседі. Мәселен, 2 жыл бұрынғы сынақта 1202 педагог ережені бұзса, өткен жылы білгеніне емес, белге ілгеніне сеніп келгендер саны алдыңғысынан кем болмапты. Тіпті былтыр тест тапсырып табанынан тозбай-ақ Шымкенттік 340 педагог сертификат пен куәлікті сатып алған. Сорақысы сол. Жалған анықтамамен біліктілік арттырған мұғалімдер біраз уақыт айлықтарына үстемақы да алып келген. Бір мұғалім бір жыл ішінде 2 рет тапсыруға мүмкіндігі бар. Бірақ егер кез келген бір мүмкіндігінде мұғалім ереже бұзып жатса, ереже деген олымыз не? Ол мысалы емтиханға тыйым салынған затты өзімен бірге алып кірген жағдайда. Қолдансын, қолданбасын. Немесе өзінің қасында қатарлас отырған әріптесімен сөйлессе, сұрақтың жауаптарын алуға тырысса, оның нәтижесі жойылады және мұғалім 5 жыл ұлттық біліктілік тестілеуге кіру құқығынан айырылады. Ондай фактілер бар. Өзінің білімі мен білігіне сенбейтін маман ғана осындай қадамға барады. Педагог мәртебесін көтеру деген алар айлығын ғана арттыру емес, сәйкесінше сапасын да салмақтау дегенге саяды. Сондықтан жалақыға жарған сайын, соған сай деңгейде талап етіледі. Енді оқу бітірген мамандарға педагог қызметіне кіріспес бұрын біліктілік тестілеуден өтуі міндеттеледі. Былтыр қанатқақты жоба ретінде жүзеге асырылған бұл бастаманың нәтижесінде тест тапсырған түлектердің 46% ғана қажетті балды жинай алған. Егерде ол шынымен 4 жыл жақсы оқыса, еш қиындықсыз тапсырып ұстазды қызметке жолдама алады. Біліктілік тесті бізде жылына 3 мәрте, сәуір, шілде және қараша айларында өткізіледі. Осы 3 мүмкіндікті ұстаздармен қатар болашақ педагогтер де қолдана алады.
тарыдай бүлдіршіннен таудай тұлға қалыптастыратын тәлімгер тарықпауы тиіс. Өйткені өзге емес ұстазды тұрмыс билесе қоғамды сауатсыздық билейтіні белгілі. Дегенмен айлық артып ұстаздықтың ұсқыны оңалғасын. Бір кездері басқа салаға бет бұрғандар қазір қайта мектепке орала бастапты. Мысалы, сен 25 жасында университет бітіресің, қазір 40-қа келдің. 15 жыл мектеп бетін көрген жоқсың. Бірақ мен мұғалім диплом мұғалім екенмен жұмысқа тұруым керек деп келеді да. Ол жерде бір деңгейде сұрақ болу керек қой. 15 жыл адам бәрін миына сақтап жүре ала ма? Ол 15 жылда бәрі жаңарып кетті ғой. Осы процестің ішінде жүрген біздің өзіміз өзгеріске, жаңалыққа үлгермей жатамыз. Ал сыртта жүрген адам жүреді. Ұстаз ұлды ғана емес, бүтіндей бір ұлтты тәрбиелейтін ұлық тұлға. Сондықтан бақылау қатаң, жалақыдан бөлек қойлар талапта жыл сайын жоғарылап келеді. Тек мұғалім алмақтың да салмағы барын естен шығармай, аяулы атқа дақ түсірмесе дейміз. Еркін Сиязұлы, Бақтияр Омар, Еркін Өмірханұлы, мәселе. Өзіміздегі ахуалды айттық, енді өзгелерге көз тастайық. Еуропа мен Түркияда, іргедегі Ресейде білім гранттары қалай бөлінеді? Талапкерлердің сынақтары қалай өтеді? Жауабы бар бізде. Саланы сауықтыратын сәттер болса, тиісті министрлікте сабақ алсын деген оймен шетелден анық ақпараттарды алдырдық. Ендеше мәселенің Еуропадағы арнайы тілшісі Нұрсұлу Қасымның сюжетін көрейік. Ардақты ағайын, түртіп алатын мәлімет өте көп. Сондықтан мұқият қараңыздар. Еуропада балғындар мектепке 6 жаста тардай болып кіріп, 19 жаста таудай болып шығады. 12-13 жылдық білім беру ордаларында баланың еркін ойлауына, тұлға болып қалыптасуына жіті мән беріледі. Жоғарғы сыныптағы соңғы 3 жылда оқушылар болашақ мамандығын таңдап, соның қыр-сырын игереді. Жаратылыстану, техникалық, гуманитарлық бағыт бойынша ұстаздар түлектерді мамандыққа бейімдеп, жоғарғы оқу орнына түсуге дайындайды. Біз өзімізге ұнаған пәндерді таңдап, соны тереңдетіп оқу арқылы болашақ мамандығымызға дайындықпен келеміз. Яғни жоғарғы оқу орнына түскенде бұл не деп аузымыз ашылып отырмайды. Мысалы, мен саяси ғылымдарды таңдадым. Сол үшін қазір мен мектепте неміс, испан тілдерін қосымша үйреніп, азаматтық қоғаммен қалай жұмыс істеу керек екеніне машықтанып жүрмін. Аннаның арманы халықтың мұң-мұқтажын ойлайтын мықты саясаткер болу. Үздік университетке түсу үшін 5 сабақтан болатын мемлекеттік емтиханнан сүрінбей өтіп, аттестат алуы тиіс. Бір жақсысы, Бельгияда 5 сабақты біздегідей бір күнде тапсырмайды. Әрқайсысына 3 сағаттан 5 күн уақыт беріледі. Түлектерінің рейтингі жоғары оқу орындарына түскенін қалайтын мектеп ұжымы университеттермен тығыз әріптестік орнатып, нарықтағы сұранысқа сай маман даярлауға ден қояды. Біздің мақсатымыз оқушының талантын ашып, оны өз ұнатқа мамандығына бейімдеу. Өз мамандығын сүйсе, мықты кадр болары сөзсіз. Жалпы түлектеріміздің басым бөлігі сенімімізді ақтап, таңдаған мамандықтары бойынша табысты еңбек етіп жүр. Еуропа елдерінде мектеп бітіруші түлектер ауызша жазбаша емтихандардың нәтижесімен жоғарғы оқу орындарына түсе алады. Медицина, менеджмент, өнер және техникалық факультеттерде оқу үшін ғана университеттер қосымша тест талап етуі мүмкін. Ұлыбритания, Германия, Чехия, Венгрияда грант өз азаматтарынан бөлек неміс, мажар, чех тілдерін еркін меңгерген шетелдік студенттерге де бөлінеді. Түркияның мемлекеттік жоғарғы оқу орындарында да білім алу тегін. Грантқа қол жеткізу үшін мектеп бітіруші түлектер арнайы форма толтырып тізімге алынады. Сонан соң шәкіртақы иегері жеребе арқылы іріктеледі. Мектеп бітіру тестінен жоғары балл алғандарға жекеменшік оқу ордалары өзара таласып өз грантын ұсынады. Университеттің рейтингіне қарай грантқа түсу балдары да әртүрлі. Былтыр Анадолу елінде жоғары білім алуға ниет білдірген 2.436.000 адамның 922.000 грант иеленген. Gerçekten son zamanlarda көбіне емтиханнан жоғары балл алғандар мемлекеттік грантқа түсе алады. Дегенмен қазір жекеменшік университеттер әлеуметтік жағдайы төмен немесе белгілі бір салада жетістікке жеткен балаларды тегін оқытуды бастады. Грант көп, бірақ оқығысы келетін бала жоқ. Ұстаздар қауымын Түркия жастарының жоғары білім алуға құлықсыздығы алаңдатып отыр. Статистика басқармасының мәліметінше, соңғы жылдары елдегі мектеп түлектерінің тек 40% ғана университетке түсуге өтініш білдірген. Қалғаны орта білімді қанағат тұтып, қызмет көрсету, қоғамдық тамақтану салаларында жұмыс істеуге машықтанған. Бұл бір жағынан қызмет көрсету өндіріс құрылыс салаларына маман жетіспеушілігі проблемасын шешеді. Елдің бәрі университет бітіріп, мұғалім немесе заңгер болса, кім кірпіш қалап тамақ пісіреді. Сондықтан балаларды қалайда университетке түстеп қинамаған жөн.
Ресейде университетте тегін білім алу үшін түлектер бірыңғай ұлттық тесттен жоғары балл алуы тиіс. Үкіметтен жылына 600 мыңға жоқ грант бөлінеді. Ресей билігі келер жылы грант санын 25%-ға қысқартпақ. Бірақ қоғам қарсы. Уәжі мынау, 147 миллион халқы бар мемлекет үшін 600 мың гранттың өзі тым аз. Ал оны қысқартса, елде дүмпу болуы ықтимал дейді мамандар. Ал дауға айналған грантты қысқартудың себебі қазынада қаражат жоқ. Тағы бір кілтипан. Осы уақытқа дейін мемлекет есебінен оқытылған студенттердің 50%-дан астамы өз мамандығымен жұмыс істемейді. Әр бюджеттік орын мемлекеттің есебінен төленеді. Сондықтан оқуға түсу үшін мамандықты таңдау кезінде талап күшейтілуі тиіс. Себебі нарықта қай мамандық сұранысқа ие екені ескерілмейді. Число бюджетных мест. Ресейдің оқу орындарында грантты көбейткенімізбен ол кадр тапшылығы мәселесін шешпейді. Біз қазір жастарды қоғамға қажетсіз мамандықтарға оқытып жатырмыз. Сондықтан осы жүйені түбегейлі өзгертуіміз керек. Иә, мамандықтың озығы бар, тозығы бар. Технология жетілген сайын еңбек нарығындағы мамандықтарға да сұраныс өзгерді. Аудармашы, экскурсия жетекшісі, кітапханашы, каскадер, бухгалтер, банк қызметкеріне сұраныс аз. Дүкендерде сатушыларды қысқартып, автоматтандырылған кассаларды көбейтіп жатыр. Жүргізушісіз көліктердің көбеюі көлік жүргізушілерінің нәпақадан қағылуына әкеп соғуда. Халықаралық консалтингтік компания алдағы 20 жылда адамзат істейтін жұмыс түрлерінің 50%-ын роботтар атқарады деп болжайды. Құлтемірлер қазірдің өзінде қызмет көрсету саласында белсенді. Сонда бәсекеге қабілетті болу үшін қай кәсіпті игермек керек? Еуропа жоғары оқу орындарында қазір сити фермер, яғни жеміс-жидекті балконда өсірудің қыр-сырын үйрететін мамандық пайда болған. Ғаламдық проблемаға айналған климаттың өзгеруіне байланысты тұрмыстық қалдықтардан киім-кешек, жиһаз жасайтын ресайкл дизайнер мамандықтарына да сұраныс жоғары. Мәселен, менің үстімдегі киімдерде сол қайта өңделген пластик бөтелкеден тігілген. Яғни жаһан елдері қазір жоғалудың алдында тұрған мамандықтарды оқытып, алтын уақытпен қыруар қаржыны зая кетірмеудің жолдарын іздестіріп жатыр. Нұрсұлу Қасым, Айдос Әшімұлы, Индира Бегайдар, Бауыржан Дүйсенбекұлы, мәселе. Құрметті көрермен, біз бағдарламамыздың мынау тұрақты айдарын сіздер үшін қайтардық. Ол мәселе шешкен мәселе. Апта сайын арнайы бір проблемаға бір сюжет арнаймыз. Және сонда айтылған түйткілдің түйінін шешіп беріп аяқтаймыз сюжетті. Бұл жолы бізге бас қаладағы тұрғындар арызданып келді. Бір іске кірісті, ендеше не болғанын көріңіздер. Тізгін Мадина Әлбек қызында. Куда смотрите, полиция? Заңсыз құрылыс жайында Агру компаниясы біздің үйімізді басып алды. Біз ЖК Грин Парктың тұрғын үйіміз. Агру компаниясы ЖК Майамиға ешқандай заң қолданып атқан жоқ. Біздің есік алды көріп тұрғандай, бізге автотұрақ кіре алмайды, машинамыз паркингтен шыға алмайды, жедел жәрдеміміз де кіре алмайды, өрт сөндірушіміз де кіре алмайды. Бас қаладағы ауру бұл. Тұрғын үйдің алдынан автотұрақ салып жатқан құрылыс компаниясының әрекеті заңсыз деп ашындағайды. Бірақ оны елейтін компания жоқ. Тіптен есік алдына келетін жолдың бәрін жауып, тұрғындарға жалғыз аяқ өтер жер ғана қалдырған. Ол олма құрылыстың салдарынан қапталдағы көп қабатты үйдің қабырғалары жарыла бастаған. Енді бұна жерде зақым келтіріп отқан жарықтары одан самай күшейіп жатыр. Қазір біз өлшеген күн сайын артып келе жатыр. Өлшеген сайын кеше 2 күн алдын бұрын өлшеген кезімізде 70 сантиметр болған. 102-ге хабарластық. Ол кісілер келді, біз бірінші біліп тұрмыз, біз бұларға штраф салып кетеміз деді. Біздің арызымызды қабылдап, бірақ ол штраф оларға түкте емес. Сондағы 22 мың теңге. Ал құрылыс компаниясының өкілі журналистер келгенде оқиға орнына дереу жетіп ақталуға асықты. Мына жерді ашып берейін деп жатырмыз сіздерге. Ашып беріп, мына жерде жол жасап берейін деп жатырмыз. Бұл компанияның краны құлап кеткен. Кран кәдімгідей тура терезенің тақ алдына келіп, былай сілкініп тұр. Өздері игере алмай қалды. Оны мойнақсы келмейді. Қалалық орта сапасын бақылау басқармасы тұрғындарға қауіп төндірген құрылыс компаниясына нұсқаулық жіберген. Алайда кәсіпкер ескертуді елемеді дейді ел. Олардың уәжі бұлай. С подписанием мы не согласны. Нұсқаулықпен келіспейміз. Қазір бұл іс әкімшілік сотта қаралып жатыр. 2 күн бұрын алғашқы отырыс өтті. Келесі отырыста апелляциялық шағым жасаймыз. Открыта вторая проверка. Қала әкімінің шешімімен екінші мәрте тексеру жүргізіледі. Кәсіпкер талапты орындамаса, бүкіл материалдар сотқа жіберіледі.
Тұрғындардың 3 айдан бері шағымданбаған құзырлы орны қалмаған. Сөзімізді елеп ескерген жан жоқ деп налиды олар. Қазіргі қоғамдық қозғалыстан соң құрылыс компаниясына айыппұл емес, айтарлықтай шара қолданылар деген ақырғы үміті қалды елдің. Біздің ұжым бұл мәселені қаперде ұстайды. Өйткені сіздің мәселеңіз біздің мәселеміз. Мадина Әлбекқызы, Дархан Әлібек, мәселе. Бүгінгі тікелей эфир осымен тәмам. Келесі сенбіде сағат 20:20-да дәл осы студияда қайта жолыққанша көрермен. Мәселенің желідегі парақшаларына хат-хабар жолдасаңыз болады, қаперіңізде болсын. Мәселе мақұлмен емес, ақылмен шешіледі.